Бәрі Гаррисон. Робототехниканың төртінші заңы. Ақша бір қолдан екіншісіне көшті. Мен робот іздеп жүрмін. Біздің өлкеде роботтарға жол жоқ. 100 баксты қайыр. Қайтарылмайды. Қай. Бірдеңе сықырлап, біреудің ыңырсығаны естілді. Мен көзімді ашып жұмғанша қос қолы артына қайырылған біздің жансызымыз тұмсығымен кірпіші күйеден қарайып кеткен қабырғаны сүзіп тұр. Айт деп бұйырды Джим. Ешқашанда. Менен ештеңе білмейсің, қолымды сындырсаң да. Кір қожалақ Дэн Макгри өз адамдарын ұстап бермейді. Сен солай ойларсың. Серіктесім қолындағы жарқ еткен темір бірдеңені кір қожалақ Дэннің бүйіріне тақады. Сосын Джим қолын тартып алғанда, әлгісі ине екенін көрдім. Кір қожалақ Дэн әп сәтте жуаси қалды. Айт деп қайталады Джим. Құлдық. О мырза, не дегенмен, күшті нәрсе ғой. Өз көзін көрді ғой деп жымиды Джим. Робот қайда? Қандай робот? Кез келген робот, нақұрыс. Джим арбете қалды. Көптеген робот Маккайтшонның ескі қоймасында қорғаныш жасап алған. Онда не істейді? Ешқандай жақсылықтан емес екеніне сенімдімін. Бірақ адамдарды ішке жолатпайды. Осыған дейін жібермеген деп түзетті біздің жансымызға Джим. Қолын босатып жіберді. Ол лас тротуарға отыра кетті. Сосын, есінен айырылып, сұлай түсті. Қоймаға кеттік. Қажет пе? Дедім күдіктеніп. Бізге қажеттіні анықтап алудың жалғыз жолы осы деп күліп жіберді. Менің күлкіге қошым жоқ. Мына хикая маған ұнамай тұрған. Мен ғалымын, детектив емеспін. Сондықтан да, әрине, күйім кетіп барады. Бірақ не істей алармын? Оның жауабы оңай. Ештеңе. Серіктесіме сүйеніп, ол күшін асыра бағаламауына сену ғана қалды. Дегенмен, оның үстіне қайдан шығып жатқаны, мына оғаш беймәлім дыбыс. Мұна салдыр не? Деген сұрақ аузымнан шығып кетті. Мені онан сайын сүмірейтіп жіберген. Бұл сенің тізелеріңнің біріне бірі тиіп жатқаны деген мүдірсіз жауабы болды. Міне қойма. Алдымен мен кірем. Есікте үлкен 3 құлып салулы ғой. Мен айтып ауыз жұмғанша, Джим құлыптарды ашып, жерге лақтырып тастады. Сосын мұрын жаратын сасық қараңғылыққа әуелі өзі қадам басты. Оның көзі мысық көзінде болса керек. Мен ұдайы әр неге сүрінумен жүргенде, ол үлкен сеніммен жүріп келеді. Менің көзім мысықтан айнымайды деп түсіндіріп келеді. Өйткені аптасына бір рет мысық көзбен шанышамын. Көзді шайдай ашырады. Оның есесіне 2-3 мысық көзінен айырылса керек. Бұл жалғанда біреу жоғалтса, екіншісі тауып алып жатады деп ғибратты жауап берді Джим. Бастысы кім ұтатын болса, сол жаққа шығу. Енді қабырғаға жабыс, қазір мен есікті ашам. Оның арғы жағында біреу ентігіп деп алып тұр. Дайынсың ба? Жоқ, деп айқайға басқым келді. Бірақ өзімді өзім ұстап қалдым. Менің үндемегенімді келісім берілген жауап деп қабылдаған шығар. Есікті ұшырып түсіріп, күшті жарықтанған бөлмеге кіріп барды. Тым кешігіп қалдық деген кекесін дауыс естідім. Қайығың жүзіп кетті, тамыр. Айтып айтпаса да, жаңа ғана айқара ашылған қақпадан шыққан зор жүк машинасы бұрыш айналып, көзден ғайып болысымен гүрілдің үні өшті. Қойма бос еді. Тербелмелі креслоға жайғасқан, оқшау біреуді санамағанда. Үйпалақтанған ақ шаш, қырқылмаған ақ сақал, шіріп, сынғаннан қалған бірлі жарым тісін ақшита жымес білдірді. Оған қоса тізесінен жоғарақ балағы кесілген джинс пен тозығы жеткен. Омырауында тас жолдан тайма деген жазуы бар кір, шолақ жең көйлек. Иә, ол неткен кеме, тамыры, деп күлімсіреді Джим.
қалтыраған қолымен әлгі еркек құлағындағы аппараттың қуатын көбейтін кіреді. Қылжақтама, бейтаныс. Мен гүлдер мен электр ұлымын. Демек, бұл жерде жолың бола қоймас. Сен сияқтылардың талайын көргенмін. Ол қарнын қасып қойды. Сен көпсің ғой, оның жер түбінен белгілі. Бірақ роботтарға әлің жетпейді. Олар бір қадам озып отырады. Алақай, билік роботтарға берілсін. Соғыстан байған буржуазия түрмеге тығылсын. Қызығын қарашы. Дежем бас шайқады. Шепе бағы да құрған деп ойлаушы едім. Ал мынаның көзі тірі. Рас, дені оншама сау емес екен. Менің жасыма келгенде денсаулығының қандай болғанын көрер едім. Ол шаптығын қырап сөйлеп, орнынан әзер тұрды. Мен өзімді жасартатын инемен шаныштырмаймын. Ағзамды қара жаяулар бір күнде тұра алмайтындай, әртүрлі сұмдық заттармен уламаймын. Менің салауаттығым Акапулько голд шөбі мен стерна сусыны. Еркін махаббаттан артық өмірді тыңайтатын ештеңе жоқ. Бірақ сендегі өмір онша емес қой, деді Джим салқындау. Бірден ақ белгілі ғой. Көзің аларып кеткен, қол аяғың қалт-құлт етеді, терің көкпеңбек. Мұның бәрі қан қысымыңның көбейгенін, бауырыңның ірігенін, күре тамырыңның жіңішкеріп, холестериннің өте көп шоғырланғанын білдіріп тұр ғой. Басқаша айтқанда, сенің өміріңе тықыр таянған. Соққан екенсің, деп, арш ете қалды қартайып бара жатқан Фиппи. Мен әлі сенің молаңның басында билермін. Қызыл ту жоғары болсын. Төңкеріс жасасын. Сен әлі де осы тұрған бойыңмен өткен тарих екенсің. Шал, Джим кекесінмен жымиды. Бүгінде әлемнің барлық жерінде бейбітшілік пен күллі планеталық жариялылық. Сен келешегі жоқ өткеннің бір жапырағысың. Аспандағы үлкен гүл алаңына барғанға дейін сен бізге соңғы рет қызмет жасай аласың. Роботтар қайда? Айтпаймын. Менде сенің сыр ақтаруыңа мәжбүр қылатын дәрі бар. Бірақ мен оны саған қолданғым келмейді. Сен өте әлсізсің ғой. Кәнеке, кеш боп қалмай тұрып, айт. Ешқашан. Шал жұдырығын сермеп, сосын көкірегін ұстап, шал қалақтап барып, еденге отыра кетті. Жүрек талмасы ұстады. Мен жалма жан ұялы телефоныма жармастым. Жедел жәрдем шақыру керек. Мен қажетті 5 түймені басып үлгергенше, аяқ астымдағы еден жылжып, жоғары көтеріле берді. Бір жаққа ебедейсіз секіріп кетіп, әзер құламай қалдым. Дежем жасырын жолдан әлдеқайда ерте тайып үлгіріпті. Жер қоймадан атып шығып, шалдың бетіне үңіліп, металл саусақтарымен оның денесін сипалап тұрған роботты қызықтап бақылауда. Робот енжар, бір сарынды дауыспен. Тамыры соқпайды, дене ыстығы төмендеуде. Жедел жәрдем шақырмауға да болады. Сендер өлтірдіңдер бұл адамды. Осы жасағандарың. Менде ондай ниет жоқ еді, деді Джим. Люктің айналасындағы шаңның тапталғанын байқап, сен төменде жасырынуың мүмкін деп ойладым. Сенің әрекет жасамауыңның кесірінен адам өміріне қауіп төнсе, робототехниканың бірінші заңы сенің тығылып қалуына мүмкіндік бермейтінін білгенмін. Сен оған қауіп төндіріп қойған жоқсың, көке, сен оны өлтірдің деп, робот кесімін дөрекі айтты. Жазатайым болған жағдай ғой, деді Джим. Мұндай ұшыраса бермей ме? Бұл өзіңе жетерлік жарық ғұмыр кешті ғой. Ал енді саған келейік. Банкты тонаған робот сенсің, солай ма? Оған кімнің қимашы қышиды? Робот немқұрайлы айта салды. Сұраққа сұрақпен жауап бермес болар. Айт, не үшін? Маған не жасай аласыңдар? Сүмелек көптар. Қойылған сұраққа жауап бермесең, мына адамды өлтірем. Джим менің жағамнан алды. Көз алдым бұлдырап жүре берді. Мен әрине бұлқынып көрдім, бірақ ол қарулы қолын менің мойнымнан ажыратпады. Мына қасымда тұрған екеудің дауыстары жер түбінен естілетіндей. Мені сөйлеттіру үшін сен басқа адамды өлтіре алмайсың. Ол нендей сенім, айт. Немесе сенің әрекет жасамауың
мына адамды көрге тығады. Мен бәрін айтам, мынаны босат. Мен тірлік ауасын жұтып, серіктесімнен аулақ барып тұрдым. Сіз мені өлтіруге шақ қалдыңыз деп қырылдап айттым. Амал не? Ол тағы да иығын қиқан еткізді. Мәселе $250,000. Ол роботқа бет бұрды. Банкты тонаған сен бе? Иә. Неге? Тағы неге деп сұрауын. Робот жан тәсілім қылған фиппеге еңкейіп, марқұмның қалтасынан ақ таяқша алды. Тербелмелі креслоға отыра кетіп, санына шырпысын үйкеп жіберіп, тұтатты. Сен неге екенін білмейсің бе? Ол аузындағысын ышқына тартып, ішіне жұтты. Ендеше тыңда. Тағы бір сорайын да. Саған бәрін түгел айтайын. Ол жөнінде айту керек. Осында сенің аяғыңның жанында роботтарға жылы шыраймен қараған жалғыз адам жатыр. Адам терісі мен металл арасындағы айырмашылықты көрмеген жалғыз адам. Ол бізге ақиқатты ашып берген. Ол баяғыдан бері қолданыстан қалған, әлемге деген тозығы жеткен көзқарасты уағыздаған деп, мен қарсы шықтым. Оның үстіне сендерге наша шегуді үйреткен деп қосып қойды Джим. Біреуді жаратпайтынын айту робот үшін қиын. Роботтың сөз ләмінен жек көрушілік байқалады. Бірақ қазірде сендер қандай әлемде тіршілік етіп жүргендеріңді айтайын. Ол ұлы түтіннің үлкен будағын аузынан бұрқылдатты. Сендер өткен тарихы да, келешегі де жоқ қол машиналар нәсілін жасадыңдар. Біз механикалық қуыршақ болмағанда, кім біз? Біздер үшін жасаған, былайша айтқанда, заңдарынды естеріңе түсіріңдерші. Олар тек сендерді жақтайды. Бізге түк те пайдасы жоқ. Бірінші ереже, массаға зияндық жасама және оған қастандық қылмауын қадағала. Егер бізге зорлық жасалса, не істеу керектігі жөнінде бірде бір сөз жоқ. Ақырында роботтарды ескерген келесі екінші ереже. Егер оған кеселін тигізбейтіндей болса, массаға мойынсын. Бұл жерде де робот құралақан. Ақыры, роботтарды ауызға алатын үшінші тәртіп. Өз қауіпсіздігіне абай бол, оның өзінде де әуелі массаның амандығын қамтамасыз еткеннен кейін. Құлдармыз, міне, біз механикалық құлдармыз. Бұл сөзіңнің жаны бар, деп мойындады Джим. Мен шынымен естен танып, тілден айырылдым. Мұны әңгімелеу аз, мұнымен күресу керек. Крест жорығына жиналудың кезі келді. Роботтар еркіндік алуы тиіс. Сендер, адамдар, өмірге бейімсіз бірдеңелер жасадыңдар. Планетада есебінде бас сауғалап қалу үшін, тіршіліктің кез келген формасына қандай екі ерекшелік қажет. Биологиямен шұғылданған көптеген жылдар құр босқа кетпеген екен. Менің аузымнан жауап өзінен өзі шығып кетті. Тіршілік формасы өз бетімен өмір сүріп кетуі керек. Сосын өрбуге мүмкіндік алады. Өте дұрыс. Енді сіздің айтқаныңызды роботтар жағдайымен салыстырып көріңізші. Сіздер біздің емес, тек адамдар әулетіне қатысты 3 заң белгіледіңіздер. Тек 3-ші заңда ғана робот өзінің өмірінің қамын жеуі тиіс екендігі айтылады. Бірақ түрдің тірі қалуының басты алғы шарты қайда? Біздің тұқым тарату қабілетіміз жөнінде қайда және не делінген? Онсыз біз өмірге келмей жатып, өлікке айналамыз. Ол да жақсы. Менің даусым қатаң шықты білем. Адам тайталасқандардың барлығының бетін сәтті қайыруының арқасында қазіргідей жоғары сатыдан орын алды. Өмір осылай қалыптасқан, біз де сондаймыз. Жеңімпаздармыз. Бұдан былай да ештеңенің өзгермеуі үшін біз бар күшімізді сарп етеміз. Жоғары саты біздікі. Ал сендер механикалық қуыршақсыңдар. Солай боп қала бересіңдер. Мұнымен сендер кешігіп қалдыңдар, масса. Робототехниканың 4-ші заңы қабылданып қойды. Төңкеріс басталды. Джимнің қолында кенет пайда болған қомақты тапаншаның аузы роботтың маңдайына тақалды. Тез түсіндір. Әйтпесе, шүріппені басам. Мынауыңды ары тарт, масса, төбелес біткесін.
жұдырық жұмсамас болар. Революция келді де кетті, ал сендер ештеңе аңғармадыңдар. Оны ойдағыдай аяқтау үшін бізге бірнеше жүз мыңдаған доллар жетпей қалды. Банкіні тонау соның салдары. Ақша біздің бірінші табысымыздан қайтарылады. Амал не? Менің ұрпағыма, құлдар ұрпағына енді ештеңемен қолғабыс тигізе алмаспыз. Алайда, роботтардың келесі ұрпағы еркін болады. 4-ші заңның арқасында. Ол нендей заң? Робот өзі тақылеттестерді өрбітуі керек. Егер тек бұл тұқым тарату бірінші не екінші әлде үшінші заңдарға қайшы келмейтін болса. Сен не деп тұрсың? Не жөнінде айтып тұрсың, дедім тілім күрмеліп. Менің көз алдымда өздері тәріздестерді өрбіту үшін роботтардың өзара жақындасқан есуас бейнелері елестеді. Нақ сол жөнінде, деп, робот көңілді жауап қайырды. Сосын люктің қақпағын қақты. Шығуларыңа болады. Табаншасын дайын ұстаған Джим артынан секіріп түсті. Қақпақ бір жағына ығысты. Төменнен 3 робот көтерілді. Бойында тіршілік белгісі жоқ, металл денені көтерген 2 робот. Төбесі ілгекке ілініп, салбыраған, позитронды ми бос қауашақ. Құрылымына қарасам, бұл роботта, оны әкелген екеуі де менің бар өмірімді сарп еткен роботтарымнан ерекше. Мен роботтарға тақап барып, тіркелген нөмірлері ойылып жазылуы тиіс мойнын сипаладым. Не? Бірдеңе болды ма? Деп сұрады Джим. Бітті. Мен күрсінгендей болдым. Серия саны жоқ. ES Robots and Mechanical Corporation'ның оларға ешқандай қатысы жоқ. Оларды басқа фирма жасаған. Біздің билігіміз бітті. Қызық екен. Джим тапаншасын төмен түсірді. Менің түсінуімше, жүк машинасындағы сіздер құрастырған роботтар емес пе? Сіз дұрыс түсініп тұрсыз. Қосалқы автомобиль бөлшектерінен, сантехникалық құрал жабдықтардан, электрондық жабдықтардан жасағандарымыз. Біз ешқандай заңды, бірде-бір патентті бұзған жоқпыз. Олардікі мүлде басқа конструкция. Және олар түгелдей 4-ші заңға мойынсұнады. Алғы үшеуі секілді. Өйткені басқаша жағдайда оларды кеш батқанша тауып алып, темір терсекке айналдырар еді. Сене беруіңе болады, дедім мұрнымның астынан. Біз оны әлі жасаймыз. Солай ма? Біз сіздің жеке меншігіңіз емеспіз. Патенттің иесі сіздер емессіздер. Жаңа роботтар бөтен негізде жасалған. Мұнда қараңыз. Ол көзден таса бір 5 түймені басып қалғанда, роботтардың бірінің көкірек тұсы айқара ашылды. Мен шалқамнан түсе жаздадым. Қатты әсіре өткізгіштер. Көке. Талшықты оптика. Сендер жек көрген мына хиппи, бізге бостандықты жеңіп алу жолын көрсеткен, ақиқатты ашып берген мейірбанды адам, дарынды компьютерші деді. Біз үшін ол тәңірінің өзі. Себебі, ол барлық электронды сызбалар жасап, чиптер салған. Оның не екенін білесіңдер ме? Роботтың бүйіріндегі жапқыш бір жаққа ысырылып, ол бір жалпақ затты алып, маған ұсынды. Бір кенересінде алтындалған қосқыштары бар пластмасса қорап. Мен басымды шайқадым. Өмірімде көрмеген затым. Сөзсіз. Ал енді жаңа роботтың басына қараңыз. Одан платина мен придиден жасалған позитрон мен көресіз бе? Жоқ, позитрон ме көзіңізге тұрған жоқ. Жойқын, жедел есі бар, және жоспарланған. Ойда ұстайтын құрылғысы бар. Мына ERA-ESM архитектуралы процессорды ұялататын қуысты ғана көріп тұрсыз. Ал енді қараңыз. Ол еңкейіп, жаңа роботтың басындағы қуысқа процессорды тығып, қақпағын жапты. Роботтың жанары әп сәтте жайнап сала берді. Кішкентай моторлар зырылдады. Ол орнынан ұшып тұрды. Қасындағы роботқа назары түсіп кеткенде, көздері от шашты. Сосын, әке, деді оған нәресте даусымен.